Сәлем қыздар. Мен бүгін сіздерге өзімнің кеше өз-өзіме жасаған сыйлығымды базардан алып келген көрсетпекпін. Егер де сіздер менің шарылымды қараған болсаңыздар, алдыңғы ирандық жіптер туралы айттым. Мен сіздерге қазір көрсетейін. Мінекей ирандық жіп. Мына ақшыл бирюзовый цвет дейді ғой. Ақшыл көк бе, көгілдір емес. Мінекей, бір жақсы кейбір пехорка жіптері бар ғой. Оларда да ішіне 100% акрилдық жіптерді қарағанда, кейбір акрилдық жіптер былай ұстағанда сықырлайды да. Бұл ирандық жіптердің 100% акрил болғанмен ұстағанда сықырламайды, өте қолға жағымды. Сықырлайтын жіптермен тоқу барысында өте қиындық тудырады да, шықыр-шықыр етіп. Бұнда өте жағымды. Бұл бирюзовый дейді, светлый бирюзовый дейді ғой, өте ақшыл көгілдір ме, сондай түс. Маған өте ұнады мына түс. Сосын бұлардың бір ерекшеліктерін мен сіздерге түстерін айтар едім. Бұларда түстері жазылмаған. Ешқандай да түстер жазылмаған. Мінекей мынадай түс. Мен сіздерге камера дұрыстап көрсетеді деп ойлаймын. Одан соң тоқып жатқан алашаның түсінде жасыл жіпті тағы да біреуін әкеліп қойдым. Біреу емес, екеу әкелдім да. Екеу алдым, жетпей қалса деген оймен. Содан кейін мынадай түс алдым. Өте нежный бір түрлі, жұмсақ, нәзік көрінеді мына түс. Қандай деп айтам? Персиковый дейді ғой, персик түстес. Содан кейін алған жібім сәбіз түстес, қызғылт сары түс. Камерада басқашалау болып тұр. Мұнда сәбіз түстес, өте әдемі түс. Мінекей сықырламайды. Одан кейін ақшылдау жасыл түс. Кейбіреуінің қағаздары жоқ қыздар. Себебі деген, мен ящиктен алғанда сондай түстер алдым. Соңғы қалған жіптер болды. Сосын осылай алып кеттім. Одан кейін темный, кішкене розовый түс. Темный розовый. Сонымен мен деген осы жіп. Содан соң, қазір мен сізге көрсетейін, кішкене былай деп. Содан соң мынандай түс алдым. Лимонный. Лимон түсте сары түс. Қыздар, мен кеше келгеннен кейін шыдай алмай біреумен тоқыдым. Қызыл түс болған, мен оны бітіріп тастадым тоқып. Одан кішкентай қалды, қазір көрсетем. Қызыл түсте ана жағынан андай жіп қалды. Азғандай ғана жіп қалды. Мен бұдан не тоқыдым? Мен бұдан андай құманның астарына қоятын. Не қыл дейді мұнаны? Құманның астына қоятын кілемше тоқыдым да. Және мен бұдан бірнешеу тоқыдым. Мен 6 тоқыдым. Ирандық жіптің 340 метрлік ирандық жіп 2 тінмен тоқығанда 6 ғана кілемшеге жетті. 2 қабаттап тоқыдым қыздар. Мінекей. 2 қабат сіздер білет деп ойлаймын, крючокпен тоқу барысын. Сол себепті мен сізге көрсетіп жатырған жоқпын. 2 қабат жанынан жасылмен жүргіздім. Жасыл жіппен мінекей көрсетіп. Мынандай жасыл жіппен жүргіздім. Енді қазір мен бұны шамамен қарбыз сияқты етіп, енді мынандай ішіне дәндер жасауды үстіндемін. Мінекей. Одан кейін мен жаңа лимон түстес сары жіптен мынадай лимон тоқыдым. Қыздар, шын айтайын, мен қорқыңқырап тоқыдым. Себебі мен бұндай нәрселер тоқып көрмеп едім. Шамамен ең алғаш 1-ші сыныпта тоқып жүрген уақытында тоқыдым. Тоқығанды мен ішіне мұндай салып
ойыштар тоқуды білген жоқпын ғой. Шамамен қуыршақтарға тоқып көріп едім да, қалай ілетіндерін. Содан соң кеше келгеннен кейін мен осындайды неге тоқып қарамасқа деп интернеттен ештеңеден қараған жоқпын, қыздар. Содан соң жаңа қарап отырмын, алма тоқу керек, неше түрлі тоқитын мастер-класстар бар екен. Менің жаңа тоқымам дұрыс екен. Ішіне синтепон салдым. Алда тағы да осындайлар тоқимын деп ойлаймын. Ең бастысы кішкентайларыма ұнады ойыншық. Содан соң қыздар сіздерге алдында көрсеттім ғой, мына ирандық жіпті мынандай түсі бар екен де, ақшыл сары түсі бар екен. Одан кейін мынандай ақ түсі бар екен. Не тоқып жатырғанымды да көрсеттім да бұдан. Сонымен қыздар, әр нәрсені алғанда қорықпау керек екен. Жіптерді басында қорқа соқтап, мен тек қана 2 түсін алдым, жуып көрдім. Интернетте мысалы көбіне YouTube арналарын қарағанда біреулер айтады да, жаңағыдай созылып кетеді, жаңағыдай бүйтіп кетеді, сөйтіп кетеді деген сияқты да. Бірақ та мен өзім алып көрдім, жудым. Қазір алдында сіздерге көрсеттім ғой, мен мына тоқып отырған көйлегімді да, кішкентай қызыма туника тоқып отырғанымды. Жудым, көрдім, ешқандай да созылған жоқ, ештеңе еткен жоқ. Содан соң барып мен басқа жіптерді 8 жіп алып келдім. Содан кейін әзірше мына туникам тоқтап тұр. Тоқиды ойлау үстіндемін. Жалпы мен бұрын ойлайтын едім ғой, мысалы бір нәрсені тоқып жатсың да, соны тоқып тастау керексің, бітіру керексің деп. Олай емес екен. Тоқып жатырмын да. Оны тоқтатсып, тағы бір нәрсе тоқып жатырмын да. 4-5 киімді тоқу үстінде жүрсең, жаңағыдай әр фантазияң бола береді екен. Мысалы бір жерінен басқа узор жасайсың, тағы бір жерінен басқа узор жасайсың да. Мен алдында жемпірге полностью алдында сіздерге көрсеткен мастер-класста көрсеткен кішкентай қызыма, жас жарындағы 2 жастағы қызға арналған жемпірімді оны тоқтаусыз тоқыдым. Мыналарды мен тоқтап тұр. Асықпай тоқимын бұларға. Қазір тоқуға қолым жүрмей қалды бұларға. Мен қазір мынандай нәрселерге көшіп кеттім. Осылар тоқу керек. Сонымен қыздар, егерде мен ирандық жіптерден тоқып жатқан эксперименттерімді көргілеріңіз келсе, алдағы уақытта бұлар туралы не тоқығанымды алдағы уақыттарда тағы да айтамын. Сонымен мен сіздерге бұл шығарым ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Пока-пока.